Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да мен және мен тауықтарым. Кішкентай жұмыртқа, кішкентай емес, даже жұмыртқа кезінен бастап бағып өсіріп келе жатқан тауықтарым. Міне, осындай керемет, сұлу, жап-жас балапан тауықтар. Осылай өсіп келе жатырмыз. Міне, Кучинский юбилейный деген порода. Негізгі тауықтардың негізгі бөлігі сол Кучинский юбилейный деген порода. Сосын ішінде Барковская барвистая деген міне осындай сұлу шұбар тауықтар. Бұлар Барковская барвистая деп айтылады. Еще серебристый легорн деп айтылады. Легорн деген бар ғой, яичное направление. Соның, короче, серебристый ғой, сонымен шатыстырып істеген ба, в общем, сондай. Интернеттен оқығанда солай жазылып тұр, в общем. Кучинский юбилейный мынау қызыл тауықтар, ал мына шұбар тауықтар бұлар Барковская барвистая деген. Мына жерде бізде мекендерін бәрі мекен деп айта алмаймын, бірақ қораздарын бәрін азайтып тастағам, өйткені бөлек ұстап жатырмын қораздарды. Оларды бөлек ұстамауға вариант қалмады, в общем. Мына мекен тауықтарға жем жегізбейді, оның үстіне жаңағыдай басам деп қуалайды, в общем, мазасын қашырады. Сол себептен оларды бөлек ұстап жатырмын. То есть күзде күн кішкене салқындаған кезде ет алып семіретін болады, сол кезде соямыз. Осылай қонақ жетіспей, бүгін мынандай уақытша қонақ істей мына жерге. Болашақта басқашалап істеймін. Астындағы майда балапандар. Үйренбегендер ғой астында тұр. Сол мына жақтағы үлкен тауықтарды мен бөліп тастадым, өйткені бұларды бөлмесем бұларға жем жегізбейді. Жем жемегесін дұрыс тумайды, сондай болып жатыр. Оның үстіне анау ең бірінші шыққан балапан қораздар, в общем, қуалап мазасын қашырады. Осылай бүгіннен бастап бөліп тастадым. Мына бір тауық тоже жаңағы балапан қораздар шұқып қуалап, в общем, кішкене ауырсынып қалған ба, осындай бұрышта тұр. Бұл жақта бізде өзім бұлар ешқайсысын шығармағам, сатып алған тауықтарым. Сатып алған тауықтар. Осылардың бірақ балапандарын, жұмыртқасын алып, балапандарын шығардым біраз. Тоже көрсетем кейіндеу. Мында бізде балапанды шұқып, в общем, жабылып, талап тастаған. Осыны отдельно бір жерге қоя салдым. Алдында мен қыста осы жерге ең бірінші февральда шықты ма, февраль айында шыққан балапандарды осы жерге ұстаған болатын. Мына жерге инфракрасный лампа жағып, қыздырып, в общем, ең бірінші садигуммен салған. Мында да кішкене ауырыңқырап қалған, жаңағыда шығып тастаған балапандарды қойып жүріп, в целом осындай. Бізде мына жақтағы балапандар сентябрьде ма? Сентябрьде жұмыртқаға кіру керек, сол кезде бәрін бірге қоям. Бірге қойғанда, то есть үлкен тауықтарға кішкене араластырып үйрететін болам. Жұмыртқа туу, жаңағы ұяға тууды бәрін ақырындап үйренеді.
бүгін опа мына жерге отырып алыпты. Пысық. Күнде мынау ар жақта соңғы шығарған балапандарға осылай шөп турап беріп жүр. Соны бүгін ұмытып кеттім. Соны қазір сағат түнгі 11 болып қалды. Сол балапандарға берейін деп кірген тұрмын. Сосын обзор түсіре салайын деп осылай түсіріп жатқан жайым бар. Шөпті күшті іште тұрғасын, бұлар далаға шығып жатқан жоқ пока. Сол себептен осындай шөпті берсең таласып тармасып күшті жейді. Бұл жақта бізде 2 айдан асты балапандар. Біраз өлтіріп алдым. Өлтіріп алғанда қалай? Біразын күн ыстықта дұрыс қарамадым ба, білмеймін. Кішкене бір 10 шақтысы ма? 10-нан да көп, даже 10-нан да көп балапан өліп қалды. Атак қалғандары аман есен. Витамин бәрін бергем, бірақ қазір ешқандай витамин ондай ештеңе беріп жатқан жоқ. Арасында суына яблочный уксус қосам, плюс қара бұрыш, қызыл бұрыш араластырып берем суға. Натуральный антибиотиктер. Андай дәрі, витамин, анау ешқандай беріп жатқан жоқпын. Тфай. Ешқайсысы ауырып ондай ештеңе болып жатқан жоқ. Жалпы осындай. Мына жақта бізде далада тағы бір кішкентай қора бар, отдельно тұрған. Оның ішінде брамалар бар, сосын тағы біраз балапандар бар, қазір көрсетем. Браманы бәрін сол жаққа үйреттім, өйткені мына жақтағы балапандармен бірге қойсам шұқып жем жегізбей, общем. Брама деген өзі қобалақ болады екен ғой. Жүгіре алмайды. Бұл жақта да міне Кучинский бар, ішінде бәрі араласып кеткен. Мына брамалар. Бұл жерде қатарынан тоже брамалар отырып алған. Орын болмағасынан жерде жатқан ғой, бәрі орын жоқ. Орын сыймай қалғандардың бәрі жерде жатыр. Жалпы жаңалық осы. Кішкене күн салқындап, күндіз кішкене жылып, короче, түнде салқындау. Уже күз жақындап жатыр. Сезіліп жатыр. Амда бізде жігіттер өңшең. Міне осындай болып әдемі болып өсіп қалды бұлар. Салмақ жинап жатыр ма, білмеймін. Күн ыстықта, бірақ салмақ жинамайды ғой негізі. Енді күн салқындап жатыр. Енді жақсы комбикормды дұрыстап берсем, енді жақсы семіреді бұлар. Сосын семіргесін сойып алатын шығармын. Жақсыларын алып қаламын да, қалған кішкентай слабыйларын бәрін сойып тастаймын. Мына жақта біздегі шөп сепкен балапандар. Біздегі жаңалық осы. Осындай таптыныш ауылдың өмірі. Так, көрінбейді екен. Мына жерде
қоршап тастағанбыз алдында. Есіктің алдын бәрін бүлдірмесін. Жалпы жаңалық осы ағайындар. Амандықта. Видеода жүздескенше сау саламатты болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.